Бізде остеопатияда адамға көмектесу үшін үш түрлі әдіс қолданылады. Жалпы бұл кең тараған әдістер. Бірінші, остеопат мамандарын мысалы айтады, структуралщик деп айтады. Тек қана структурамен жұмыс жасайтын адамдарды. Мысалы адамның қолымен, аяғымен, біздің әрбір ағзамыздың өзінің атқаратын қызметі бар. Сол әрбір ағзамыздың байламдары бар, бұлшықеттері бар, сүйектері бар, нервтері бар деген сияқты. Тек қана сонымен жұмыс жасайды. Яғни структура, бір ғана ағзамен жұмыс жасайды. Оны структуральщик деп айтып жатады да. Остеопат структуральщик деп айтады. Адамға көмектесуде екінші әдіс бұл краниальщик деп айтады. Краниальщик деген не? Яғни адамның денесінде жалпы бізде көптеген ритмдер болады да. Мысалға айтатын болсақ, краниосакральный ритм, краниальный ритм деп айтамыз. Эмбриологический ритм дейді, биодинамический ритм, сердечный ритм, дыхательный ритм кете береді да. Адамның денесінде көптеген сондай ритмдер бар. Сол краниальщиктер, яғни краниальный остеопатия деп айтылады. Олар көбінесе сол краниальный ритммен адамның басындағы бөлінетін ликвор арқылы сол денеге тарайды, омыртқа арқылы. Бүкіл денеге тарайды. Сол арқылы адамға көмектеседі. Сол арқылы ем жасайды, былай айтқанда. Үшінші, висцеральщик деп айтады. Яғни висцера деген не нәрсе? Висцера деген бұл адамның ішкі ағзалары, ішкі органдары. Біздің ішектеріміз бар, бауырымыз бар, адамның ішінде түрлі ағзалар бар да біздің ішімізде. Жүректің сыртындағы қабыршақтар, өкпенің сыртындағы қабыршақтар деген сияқты. Ішімізде терең орналасқан бұлшықеттер бар. Былайынша айтқанда, висцеральщик деген висцерамен, яғни ішкі құрылыспен жұмыс істейтін маман. Ал енді біз өзімізге келетін болсақ, біздер осы үш әдістің үшеуін де қолданамыз. Адамға көмектесу барысында. Висцераны да қолданамыз, структураны да қолданамыз, краниальный ритмді де қолданамыз. Осы үш әдісті де біз остеопатияның кең тараған үш әдісінде келген адамдарға істейміз, қолданамыз.